мақтаарал аудандық орталық ауруханасында керемет бір хирургия саласында бір енгізу болып жатыр. Бұл ауданда бағараны ең бір алғашқы енгізіліп жатқан операцияның түрі. Бұл операциялар негізінде бұрыннан елімізде жүргізіледі, бірақ аудандық ауруханалардағы бір алғашқы отаның бірі. Бұл бағараны бескровный қансыз операция дейді. Енді видеохирургиялық стойка берген. Бұл облыстық денсаулық сақтау басқармасына, облыстық әкімшілігіне үлкен рахмет. Осы аудан халқына қызмет көрсетуге Олимпус фирмасының видео лапароскопиялық стойкасы беріліп, бүгінгі күнде қазіргі осы ауданның 5-6 науқасын қазір дайындап, қазір сол науқастарға ота жасалынып жатыр. Ол өттік тасталу біріншіден, екіншіден жаңағы бір науқасқа қосымша өттік таспен қоса кіндіктің аймағында жарық бар екен, оны грыжа дейміз, ол да алынды. 2 операция бірден жасалынды. Және де одан бөлек гинекологиялық операция дайындалып жатыр. Ол әйелдердегі жатырдың миомасы және аналық бездің кистасы. Бұл операциялардың бір жақсы тиімділігі, біріншіден аурудың өзіне өте бір аз уақытта операция бітеді. Жалпы осы операцияны егер ішті ашып жасайтын болсақ, ол 1 сағат, 1,5 сағат уақыт алады. Лапароскопиялық холецистектомия операциясы шамамен 20 минут, жарты сағатта бітіп жатырмыз. Қазір гинекология операцияның өзі жалпы кесіп алғанда 1,5-2 сағат уақыт алса, лапароскопиялығымен 40 минут, 1 сағатта бітетін операция. Сондықтан аудан халқына үлкен бір көмек, және де осы Мырзакент елді мекенінің Мақтаарал ауданының халқы облыс орталығына, қала орталығына, басқа да еліміздің қалаларына бармай, осы ауданның көлемінде осы оталарды бұдан былай жасауға болады. Бүгін біздің Мақтаарал аудандық Мырзакент ауруханасында үлкен бір жаңалық болып жатыр. Ол дегеніміз, біз бүгін лапароскопиялық стойканы алып отырмыз. Осыны алу бізге себепкер болған облыстық денсаулық басқармасының басшысы Пашуновқа алғысымызды айтамыз, және жергілікті әкімшілікке алғысымызды айтамыз. Сосын бүгін бізде осы оталарды жасауға іс тәжірибесімен бөлісуге облыстық клиникалық ауруханасының бас дәрігері Сұлтан Елдос Едігеұлына да рахметімізді айтамыз. Гинеколог Кусейнов Ислам Тасинович келіп отыр. Осы кісілер бүгін бізге операцияларды көрсетіп, біздің жергілікті дәрігерлермен тәжірибесін алмасып, үйретіп жатыр. Осы кісілерге үлкен алғыс, жұмыстарына табыс, отбасына бақыт тілейміз.